Ассалаумағалейкум достар, қалдырыңыз ғой. Мен сол Қазақ автоэлектрик есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Бұл сабақ саған мүмкін пайдасы тиіп қалар. Сен болмасаң, сенің ағайын туыс бауырларыңа пайдасы тиіп қалар. Әлде может достарыңа. Сондықтан жақсылап видеоны қарап алыңыз. Сізге кішкентай бір сабақ. Кеттік ал. Достар, бұл автокөлік Audi 80. Білесіздер. Енді осы маған келді. Мына щиток приборда кілтті ашқан кезде аккумулятордың свет жанбайды дейді. Достар, оны қалай тексереміз? Мысал үшін, достар, қарап отырсаңыздар, артында екі штекер бар, разъем. Бұлай айтқанда, сары, көк. Осы көктің үшінші пиннан шығып, кілтті ашқан кезде үшінші пинға ток келу керек. Сол ішіндегі схемамен айналып келді, мына лампочке келеді. Бұл лампочкеден шығып, мынарда диод бар, сіздерге көрініп тұрса, осы диод арқылы мынаның бірінші пинна барады. Бірінші пиннан шығатты, мына штекер арқылы, генератордың түбіне барады. Енді достар, бірінші тексеріп аламыз, қалай? Мен қазір кішкене ыңғайсыз болады, ұстау. Так, бүйтіп көрейінші келсе. Оппа, ұстаған сияқтын. Достар, қарап отырсаңыздар, міне. Бірінші былай тексеріп аламыз контролькамен. Так, біздер мысал үшін замокты ашық қараймыз, міне. Мысал үшін осыған щиток приборға ток келіп тұр ма деп. Мен замокты аштым, бәрекелді ток келіп тұр. Значит, щиток приборға келіп тұр деген сөз. Енді оны өшіреміз. Так. Оны өшіреміз де, достар. Енді мынаның бірінші пинына тигіземіз. Так, мен ар жақты ажыратып тастадым, сіздерге түсінікті болу үшін. Бүйтіп, қазір достар, мен көрсетем. Так, міне тигізіп қойдым, енді ар жаққа барамыз. Мына генератордың артында үлкен 13-тік болт болады, главный аккумулятордан келеді. Екінші мына возбуждение. Осы возбуждение шешіп аламыз да, былай айтқанда көзіпке тигіземіз. Көзіпке тигізген кезде, достар, меняқтан біздің контролькіміз шыңылдады. Значит, достар, қараңыздар. Меняқтан ток келді, бұл жақтан шыңылдады. Значит, генератордың түбінде проблема жоқ. Щиток приборға ток келіп тұр. Значит, не? Щиток прибордың ашамыз үшін, достар. Көбіне көп байқаймыз. Осылардың ішін пайкілеп шығамыз. Мұнан үшін екінші контакттың ішін пайкілеп шығамыз. Бұл көбіне машина ескіре келе пайкілерге трещина түсетті. Содан кейін дұрыс жасамайтын болады. Сосын кей кезде мына диодта кетіп қалады. Бұл диод бір жаққа ток береді, бір жаққа ток бермейді деген сияқты, мысал үшін. Түсініңіздер ме, достар? Сондықтан, егер ар жақта ақау жоқ, біз тексердік, значит, бұның ішінде проблема. Мүмкін осының пайкісі де кетіп қалуы мүмкін. Ашып пайкілейм, жасап болғасын сіздерге көрсететін боламын. Достар, мінеке, щиток приборды ашып едім. Сіздерге байқала ма білмеймін, енді маған көрініп тұр. Трещина түскенді. Астынан қозғайын. Көрдіңіздер ме? Қозғалып тұр. Осыны пайкілейміз. Бәрі нормальный болады. Сосын тоже мұнараларда байқасаңдар жарылып кеткен. Осындайлар көп болады. Сіздерге сабақ болып қалар деп жасаған видеом. Достар, менің әр салған видеом сізге көмегі тисе, мен лайкавайт етем, кайфавайт етем деп қойын ба? Әзіл. Көліктерің сіздерді әрдайым далада қалдырмасын. Сіздер біздерді қолдасаңыздар, біздер сіздерге арнайы жақсы видео салуға тырмысамыз. Сау болыңыздар.